Сәлем достар, біз бүгін бұршақтан жасалатын сорпа, яғни гороховый суп деп айтамыз. Ол үшін бізге қажет болатыны ет. Біз қабырға етін алдық. Мінекей болгар бұрышы, 2 пияз, 2 сәбіз, 4 бас картоп және горохты алдын ала біз суға салып қойдық. 1-1,5 сағат суда тұрғаны дұрыс. Мінекей осындай бұршақ. Ал енді бастаймыз. Ең бірінші біз пиязды және сәбізді турап майға қуырамыз. Келесі кезекте сәбізді біз ұсақ сәбіздерді алдық. Шеңбер етіп тураймыз. Кезекте қазанымызға майды құйып, пияздың және сәбіздің бір бөлігін саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз бен сәбіз қуырылып жатқан кезде біз етімізді тураймыз. Мінекей турап алдық. Енді қуырылып жатқан көкөністерімізге қосамыз. Жақсылап қуырып аламыз. Қуырылып жатқан кезде екінші сәбізімізді тураймыз.
келесі кезекте бізде болгар бұрышы. Мінекей достар, дайын болды. Аз ғана қуырамыз, осы жеткілікті бізге. Суымызды құйып болдық. Енді бір мәрте жақсылап тұрып қатты отта қайнатып аламыз да астын жай қойып, ет піскенше 1 сағат көлемінде пісіретін боламыз. Етіміз пісіп жатқан кезде бізге енді бұршақтарымызды дайындау керек. Мінекей суға салып қойған біздің бұршағымыз, оны да біз қайнатып пісіре береміз. Астын қостық. Енді қақпағын жауып қайнатамыз. Ол да бітті. Енді келесі кезекте аз ғана, көп емес, себебі біз етті қуырдық. Ода да бізде май бар. Сол себепті аз ғана майда турап алған жаңағы пияз, болгар бұрышы және сабызды қуырамыз. Келесі кезекте картоп. Картопты біз сақтап тураймыз, бірақ қатты ұсақ емес. Осындай болса жарайды. Салқын суға салып, турап дайындап қоямыз. Бұл біздің сорпамыз, етіміз қайнап, пісуге жақындаған. Бұршақта әбден піскен, езіліп. Біз бұршақтан негізі бұршақтың езіліп кеткені бізге жақсы. Түсі әдемі, сарғыш түсті болады. Енді ары қарай пісіре береміз. Толығымен 1 сағат уақыт өтті. Етіміз пісті. Ендігі кезекте біз картоптарымызды саламыз. Картоп піскеннен кейін тамағымыз дайын. Енді астын біраз жетіге қойып, қапағын жауып қайнатамыз. Тамағымыз дайын. Енді қуырып дайындап қойғандарымызды қосамыз. Бұршақ қосылған супымыз дайын, сорпамыз. Ал енді бетіне көк шөп дайындаймыз. Мінекей достар, астарыңыз дәмді болсын. Видео көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.